Қазақстан Республикасының тұңғыш президенті Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың қолдауымен ел үміті бастамасы басталған болатын. Ол былтырғы жылдан бері басталып жұмыс жүргізілді. Былтыр бізде 14 оқушымыз, бірінші этап болды ғой, 14 оқушымыз сол елбасының қорынан ел үміті конкурсының бастамасының жобасының аясында ноутбукпен марапатталған болатын. Бүгінгі күні бізде енді мінекей осы елбасы медалі жастарды кешенді дамытуға бағытталған ұлттық деңгейдегі үлкен бағдарлама. Соның аясында өздеріңіз жеңімпаз болып, сіздерге арнайы Астанадан медаль келіп отыр. Осымен сіздерді шын жүректен құттықтаймын. Ары қарай да мынау оқуларыңыз озық болып, үлкен жетістіктерге жетіп, жақсы нәтижелерді көрсетулеріңізге тілектеспін. Мен номері 40 шағын орталықты мектеп лицейінің түлегі 11 сынып оқушысы, сонымен қатар Шу ауданының жас ұлан балалар мен жасөспірімдер ұйымының президенті Найманқызы Аяулым боламын. Жалпы ең біріншіден сөзімді бастамас бұрын мен өзімнің мұғалімдеріме, мені осындай жетістікке жетуге дағдылаған, шыңдаған мектебімнің ұстаздарына, сонымен қатар Шу ауданының жас ұлан ұйымына үлкен алғысымды білдіремін. Жалпы білімге құштар болу, жетістікке жетуде үлкен бір өзін шыңдай білу, білімге құштарлық деген, өзін қайсарлыққа баптау деген, ол қазіргі біздер мен сіздердің үлкен бір құлшынысы, міндеті болу керек деп білемін. Жалпы елбасы медалі осы жас қазақстандықтардың барлық қажеттіліктерін толықтыра отырып, олардың ертеңінің айқын болуына үлес қосатын бірден бір жоба деп айта аламын. Сол себепті біз осындай 7 бағыт арқылы қола медалінің иегері болып отырмыз. Болашақта жоспарымызда алтынға дейін жетіп, келесі кезекте алтын медальды табыстауға, марапаттауға келеміз деген үміттеміз. Сонымен қатар Шу ауданының әкімдігіне үлкен осындай рахмет айтамыз, марапаттауға шақырып, бізді құрметтеп жатқанына барлықтарыңызға сәттілік тілеймін. Сонымен қатар өзімнің де құрдастарымды жеңістерімен шын жүректен құттықтаймын. Тойлыбаева Шынар Кішкенебайқызы, Балан қызы Дананың ата-анасымын. Алдымен барлықтарыңызды ұлыстың күні келе жатқан Наурыз мерекесімен мына жеңімпаз балалардың ата-аналарының атынан құттықтаймыз. Елбасы медалі бағдарламасын ұйымдастырып отырған білім инновациясы халықаралық қоғамдық қорына шексіз алғысымызды білдіреміз. Балаларымыз осы елбасы бағдарламасы қатысу арқылы өздерін ұстауға, өздерін алдына мақсат қоюды және де өздерін еркін өмірде қалай ұстау керектігін 7 бағыт бойынша өздерін шыңдады деп ойлаймыз.